Нұр Мұқасан тобындағы жас жігітті ұрып кетті, тіпті бұл жігіт жоғалып кетті. Нұр Мұқасан тобының төңірегіндегі дау күннен күнге ушығып барады. Ғалымжанның қорғаушысы Инга Иманбайдың мәлімдеуінше, оқиғаға қатысы бар делінген Мұқасан қазір полициядан жасырынған. Тіпті құқық қорғау органдары оның 20-ға жуық туысқандарын полиция бөліміне жеткізген, бірақ күдіктінің өзі әлі табылмай отыр. Сұрақ көп. Мұқасанды табу соншалықты қиын ба? Әлде біреу оны әдейі қорғап отыр ма? Егер адам таза болса, неге жасырынды? Неге өзі келіп сұрақтарға жауап бермейді? Бұдан да алаңдатарлығы, жәбірленуші Ғалымжан да қазір телефонға жауап бермей жатыр. Шындығын айтсам, оған бірдеңе болып қалдыма деген қорқыныш бар. Біз тек бір нәрсені талап етеміз. Бұл істі барынша ашық, әділ, жасырмай тергеу керек. Біздің сұрақ біреу: Мұқасан қайда? Ғалымжанға не болды? Ол аман ба? Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жігіт қазіргі таңда аман ба, или өлі ма, тірі ма, ешкім білмейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий жаза кетіңіздер.